Қайырлы күн, құрметті трейдерлер. Бүгін 2026 жылдың 4 маусымы бейсенбі және бүгін біз сіздермен бірге тағы бір рет күнделікті брифинг барысында нарықта болып жатқан жағдайларды шолып өтетін боламыз. Қазіргі нарықтағы басты ерекшелік ол әрине де инвесторлардың соңғы бірнеше аптадан бері алғаш рет таяу шығыстағы геосаяси шиеленістің біртіндеп төмендеуі мүмкін деген сценарийді бағаларға енгізуде. Дәл осы фактор бүгінге доллардың бастап мұнайға, алтынға және қор индекстеріне дейін барлық негізгі активтерге әсер етуде. Дәл қазір бүгінгі күні негізі жалпы талқыланатын тақырыптарды да шолып өтейік болатын оқиғаларды деп айтсақ та болады, иә. Және осы оқиғалар бүгінгі күні нарықтарға қандай да бір әсерін тигізуі мүмкін деген ой пікірлер бізде қалыптасуда. Сонымен қатар енді біз сіздермен бірге ұзақ және қысқа мерзімді перспективаларда нарық қайда қарай жылжуы мүмкін екен деген ой пікірлерді талқыға салатын боламыз, қадірменді көрермен. Енді асықпай дәл осы видео барысында, дәл осы аналитика барысында сіздермен бірге жалпы есебімен айтқанда валюталық жұптарға көше берейік. Соңғы айларда әлемдік қаржы нарықтары жоғары белгісіздік жағдайында өмір сүргенін айта кету қажет. Геосаяси тәуекелдер энергия тасымалдаушылардың бағасын көтеріп, инфляциялар күтулерді күшейтті және инвесторлар қорғаныс активтері ретінде ақш долларына бағыттады. Алайда соңғы күндері жағдайдың біртіндеп тұрақтануы мүмкін екендігін көрсететін белгілер пайда болуда. Сондықтан нарық қатысушылары бұрынғыдай тек тәуекелдерге емес, алдағы айларда экономикалық нақты көрсеткіштеріне де назар аудара бастады. Бұл жағдай доллардың қозғалысынан анық байқалады. Америкалық валюта әлі де күшті позицияларын сақтап отырғанымен, инвесторлар оның әрі қарайғы үздіксіз өсуіне бұрындағыдай сенімді емес. Сарапшылардың бір бөлігі доллар қысқа мерзімде күшті болып қала береді деп есептесе, екінші бөлігі жылдың екінші жартысында оның біртіндеп әлсіреуі мүмкін дегенін жоққа шығармайды. Бұның жалпы себебі түсінікті. Соңғы айлардағы доллар өсімінің маңызды бөлігі ақш экономикасының күштілігі ғана емес, сондай-ақ инвесторлардың қорғаныс активтеріне деген жоғары сұранысымен байланысты болды. Егер геосаяси жағдай тыныштала бастаса, капиталдың бір бөлігі тәуекелі жоғары активтерге қайта оралуы мүмкін. Дегенмен доллардың әлсіреуі туралы нақты айтуға әлі де тым ерте. ақш-тағы инфляция федералдық резервтік жүйенің мақсатты деңгейінен әлі де жоғары болып қалуда. Сонымен қатар энергия бағасының өсуі инфляциялық қысымды қайта күшейту қаупін сақтап отыр. Сондықтан нарық қатысушылары ФРЖ жақын айларда қатаң риторикасын сақтайды деп күтуде. Бізде енді дәл сондай ой пікірлерге келісеміз. Сондықтан осы қысқа мерзім барысында енді 99,5 деген индекске жетуі екі талай америкалық валютаның. Әрмен қарай енді асықпай еуро тақырыбына да көшетін болсақ, еуро үшін жағдай біршама оң көрінеді. Егер мамыр айында валюта нарықтағы басты қозғаушы күші таяу шығыстан жаңалықтар болса, қазір инвесторлар қайтадан ақша несие саясатына назар аударуда. Көптеген сарапшылардың пікірінше, энергетикалық тәуекелдер азайған жағдайда нарықтың назары қайтадан Еуропалық орталық банк пен федералдық резервтік жүйесінің саясатына жалпы ауысатын болмақ. Кейбір инвестициялық банктер тіпті жыл соңына қарай еуроның долларға қатысты біртіндеп нығаюы мүмкін деген сценарийлерді қарастыруда. Олардың ойынша, егер ақш экономикасы баяуласа және пайыздық мөлшерлемелер бойынша күтулер өзгерсе, еуро доллар жұбының қалпына келуіне мүмкіндік пайда болады деген ой пікірлер бар екен. Көреміз, сондықтан көреміз. Осы қысқа мерзім барысында енді күшеюі әбден ықтимал деген ойдамыз. Еуропалық валютаның ал жалпы есебімен Ұлыбританиялық фунт туралы айтатын болсақ, бұл да қазір инвесторлардың назарында қалып отыр. Ұлыбританиядағы инфляция дамыған елдер арасында ең жоғары деңгейлердің бірінде сақталуда. Сондықтан Англия банкі басқа орталық банктерге қарағанда жоғары мөлшерлемелерді ұзақ уақыт ұстап тұруы мүмкін. Бұл фунт үшін оң фактор болып саналады, алайда күшті доллар британ валютасының толыққанды өсуіне әзірге кедергі алып келіп жатыр. Сондықтан көреміз, енді кішігірім өсім болуы мүмкін деген ой пікірлер бізде бар. Сондықтан дәл осы орайда мұқият қадағалайтын боламыз. Бірақ шамасымен 1,346 деген көрсеткіштерге ұлыбританиялық валюта жетіп те қалуы мүмкін.
Жалпы есебімен айтқанда мұнай нарығы да қазір қызықты кезеңді бастан өткеруде. Жыл басында инвесторлар негізінен ұсыныстың жетіспеушілігі туралы алаңдаса, қазір басты сұрақ әлемдік сұраныстың болашағына қатысты болып отыр. Сарапшылар әлемдік мұнай тұтынушыларының өсу қарқыны бұрынғы болжамға қарағанда баяулауы мүмкін деген ой пікірлерді атап өтуде. Сонымен қатар таяу шығыстағы кез келген жаңалық мұнай бағасына да бірден әсер етуді жалғастыруда. Сондықтан нарық әлі де геосаяси тәуекелдерге өте сезімтал күйінде қалып отыр. Соңғы сауда сессияларында мұнай бағасы тұрақтану белгілерін көрсете бастады. Инвесторлар дәл қазір жалпы есебімен екі үлкен сұраққа жауап іздеуде. Өңірдегі жағдай қаншалықты тез қалыпқа келеді? Екіншісі, ірі өндіруші мемлекеттер жылдың екінші жартысында өндіріс көлеміне қатысты қандай шешім қабылдайды? Жалпы есебімен айтқанда бұл сұрақтардың жауабы жалпы мұнай нарығының келесі бағытын анықтайтын болмақ. Және енді қысқа мерзім туралы айтатын болсақ, шынымен де өз қалпына келе жатқанын көріп отырмыз қазір мұнай бағасы, және бұл қысқа мерзімді өсу тоқтайды деген ой пікірлер бізде бар. Көрейік ал, енді әрмен қарай қандай болатынын жағдайдың, және әрмен қарай біз сіздермен көрсетін тақырып ол канадалық доллар. Канадалық доллар үшін мұнайдың маңызы ерекше екенін айта кету қажет. Канада әлемдегі ең ірі экспорттаушылардың бірі болғандықтан мұнай бағасының өзгеруі ұлттық валютаға тікелей әсер етеді. Егер мұнай жоғары деңгейде сақталса, канадалық доллар қосымша қолдау алады. Ал мұнай бағасы төмендей бастаса, артықшылық қайтадан ақш долларына ауысуы мүмкін. Және көрейік қалай болатынын. Бұл жерде де қысқа мерзімді өсуді бағалап отырмыз дәл қазір сіздермен бірге, бірақ менің ойымша бұл тоқтауы тиіс деген ой пікірлер бар. Әрмен қарай ең бір қызықты тақырыптардың біріне көшейік. Ол әрине де Жапония экономикасы мен Жапония валютасымен болып жатқан жағдайлар. Доллар иена жұбы көп жылдық максимумдарға жақын деңгейлерде қалып отыр. Бұған негізгі себеп ақш пен Жапония арасындағы пайыздық мөлшерлемелердің айырмашылығы өте жоғары болуы деп тағы да бір рет айта кетейік. Алайда иена қаншалықты әлсіз болса, Жапония билігінің араласу ықтималдылығы соншалықты артады. Көптеген трейдерлер мен сарапшылар жылдың екінші жартысында дәл Жапон иенасы ең қызықты валюталардың біріне айналуы мүмкін деп есептейді. Себебі Жапония банкінің саясатындағы кез келген өзгеріс нарыққа өте күшті қозғалыс тудыруы ықтимал. Көреміз енді қалай болатынын. Әзірге бұл біз айтып өткендей жалпы есебімен жай ғана сөздер, нақты бір қадам көрген жоқпыз интервенциялар жағынан. Сондықтан әзірге Жапон билігі оған ешқандай кедергі келтірмеуде. Қор нарықтарында басты назар бұрынғысынша жасанды интеллект секторына аударылған. Геосаяси тәуекелдер мен пайыздық мөлшерлемелерге қатысты белгісіздікке қарамастан, әлемдік қор индекстері тарихи максимумдарға жақын орналасқан. Мұның басты себебі жалпы инвесторлардың жасанды интеллект технологияларына қатысты оптимизмі өте жоғары деген ой пікірлер. AI саласына байланысты компаниялар әлемдік қор нарығы өсімінің едәуір бөлігін қамтамасыз етуді жалғастыруда. Компаниялар жаңа есептеу қуаттарына, деректер орталығына және технологиялық инфрақұрылымға миллиардтаған инвестициялар жасауда. Алайда сарапшылардың ескеруі де күшейіп келе жатқан айта кетейік. Кейбір мамандар нарықтағы күтілетін нәтижелер компаниялардың нақты қаржылық көрсеткіштерінен озып кетуі мүмкін деп санайды. Сондықтан технологиялық сектордағы бағалауға қатысты сұрақтар жиі қойыла бастады. Онымен қатар алтын да дәл қазір қызықты динамика көрсетуде. Әдетте айтқан кезде енді геосаяси тәуекелдердің төмендеуі алтынға деген сұранысты әлсіретеді. Бірақ дәл қазіргі жағдайда доллардың ықтимал әлсіреуі алтын бағасына қолдау көрсетуде. Сол себепті алтын институционалдық инвесторлар арасында ең көп талқыланатын активтердің бірі болып қала берді. Егер кеңірек қарасақ, әлемдік қаржы нарықтары қазіргі уақытта жаңа кезеңге қадам басып жатқандай көрінеді. Тамашалайық енді қандай болатынын жағдайлардың барлығын достар. Ал алтын туралы енді ой пікірлерімізді айтатын болсақ, ол да күрт өсуі әбден ықтимал деген ой пікірлер бар. Мамыр айында нарықтар негізінен мұнай жеткізілімдері мен геосаяси тәуекелдер туралы жаңалықтарға реакция білдірді. Ал маусым айында назар біртіндеп инфляцияға, пайыздық мөлшерлемелерге, экономикалық өсімге және компаниялардың қаржылық нәтижелеріне қайта
оралуда. Сондықтан алдағы бірнеше апта бүкіл жазғы маусым үшін шешуші кезеңге айналуы мүмкін. Егер геосаяси жағдай шынымен тұрақтана бастаса, инвесторлар қайтадан жыл басынан бері ең маңызды сұраққа назар аударады. Әлемнің жетекші орталық банктері ақша несие саясатын қашан жұмсарта бастайды, және бұл процесс қаншалықты жылдам жүреді деген сұрақтарға. Осымен бүгінгі біздің кішігірім шолу өз мәресіне жетіп жатыр, достар. Назарларыңыз үшін үлкен рахмет айтамыз. Және міндетті түрде Форекс нарығындағы жаңалықтарды жібере алмаймыз дейтін болсаңыздар, Амаркетстің Инстаграм және Телеграм парақшаларына жазылып кетуді ұмытпаңыздар. YouTube арнаға жазылып хабарламаларды қосыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Алишер Утамбаев, және келесі кездескенше сау болыңыздар.